продукциясын ішіп, менде керемет результаттар бар. Соның ең соңғысы, мысалы 2021 жылы менің туған әпкем, сестрам военный жаңағы диагноз қойып, настроениясы түсіп, диагнозы микроаденома, гипофиз головного мозга. Киста болды да миында обнаружили. Біреусі 5 мм, сол жақта, оң жақта 6 мм и 5,5 мм болды. Настроениясы түсіп, енді өмірден түңіліп келді. И ол кісіге бүкіл гормонын тапсырған кезде бәрі дұрыс болмай шықты. Гормональный бүкіл анализдар дұрыс болмады. Сосын мен айттым, сен маған сенсең, мені көрдің ғой, мен ішіп жатырмын. Сен маған сенсең, енді ешқандай дәріні ішпе дедім. Жазып берген бүкіл химикаттардың бәрін отказались, ешқайсысын ішпедік. 2020 жылы 2 марттан бастап она начала употреблять продукцию Тиньши. Жанна Газизовна консультация беріп, осы кісінің назначениясын бір жыл бойы іштік. 2 ай ішкеннен кейін бүкіл гормоны орнына келді, гормональный у нее все восстановилось. Енді бір жылдан кейін ғана түсіреді екен жаңағы МРТ головного мозга дейді, мидың өзгерісін. Сол бір жыл күттік, бірақ бір жыл бойы продукция іше бердік. Міне 2 апрель 2022 жылы результатын Жанна Газизовнаға жіберіп, қуанышыммен бөлістім. Ешқандай опухоль жоқ, ешқандай жаңағы сантиметрін бәрі рассосались. Жоқ, ешқандай диагноз жоқ ондай. Сол результатымен бөліскен